Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз спорт, әдебиет және ұлы мәдениет әлеміне саяхат жасаймыз. Жүгіруге арналған аяқ киімдеріңізді дайындаңыздар. Өйткені біз Абай жолы 100 миль эпикалық ультрамарафонындамыз. 3, 2, 1. Қазақ поэзиясының данышпанынан шабыттанған және шексіз кеңістіктерге толы аспан астындағы спортшылар мен салауатты өмір салтын сүйетін жандар маңызды оқиғаны Абай жолы 100 миль алғашқы ультрамарафонын өткізу үшін жиналды. Абай мерекесі қарсаңында Семей мен Жидебай арасында үлкен спорттық тартыс басталды. Оған елімізбен қоса Қытай, Ресей мемлекеттерінен келген 20 желаяқ қатысты. Жүйріктер Семей Бөрлі аралығындағы 80 шақырымды, сондай-ақ Семей Жидебай аралығындағы 160 шақырымды бір тәулікте бағындырды. Бірінші кезекте біз жалпы халықтың арасындағы бір үрдісті байқаймыз. Ол салауатты өмір салтын ұстану, дәріптеу, насихаттау. Ол тек қана біздің еліміз емес, жалпы дүниежүзі көлеміндегі үлкен бір көлемді үрдіс. Нақтылы Абай жолы 100 миль, оның идеясы енді бұрыннан бар. Абай жолы ол ұлы туынды. Абай жолы мына біздің қасқа жолымыз алдымыздағы. Күндердің бір күнде маған осы жол бізді жақсылыққа апаратын, рухани дүниемізді байытатын жол деп түсініп, мен осы жолға бүкіл қазағымды, бүкіл жанашырларымды салмақшымын. Сондықтан Абай жолымен әр қазақ жүгіріп өтпесе де, жүріп өтуге міндетті. Қазақтың ұлы ақыны рухымен қуаттанған Қазақстан Республикасының үкіметі 10 тамыз Абай күні ретінде аталып өтілетіні жайында қаулыға қол қойған еді. Бұл шешім спорт, денсаулық және әрине Абай шығармашылығының жанкүйерлерін біріктіретін оқиғаны жасауға себеп болды. Осы тамаша спорттық шараны Абай облысының әкімдігі мен Ел спорт республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Жарыстың өзі Абай жолы 100 миль деп аталады. Бұл Абайдың 100 мильдік жолы дегенді білдіреді. Бұл физикалық төзімділік мерекесі ғана емес, сонымен қатар өзін мықты тұлға ретінде өзінше сезінуге мүмкіндік беретін шара. Бірінші кезекте бұның алғашқы рет өткеннің өзінде бұл Семей өңірі емес, Қазақстаннан да сыртқа шығып жатыр. Қатысушылар жаңа айттым ғой, Ресейден келген, Қытайдан келген деп. Қазақстанның 8 қаласынан келген. Ал енді болашақта бізге не береді десеңіз, бұл спорт насихаттауды береді. Бұның ар жағында біздің жоспарымыз жыл сайын өткізіліп тұрса деп ойлаймыз. 2 дистанция емес, оларға қосымша тағы 3-4 дистанция қосылса, әрқашанда жаңағы жылдан жылға өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. 80 және 160 шақырымдық ультрамарафонның екінші қашықтығы қатысушыларды Семейден Бөрліге дейін, Бөрліден Жидебайға дейін жетелеп, қатысушылардың жолында әр 10 шақырым сайын тамақтану пункттері, сондай-ақ медициналық көмек және қауіпсіздік шаралары ұйымдастырылды. Еліміздің көркем шектерінде орналасқан Қарауыл ауылы, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың туған күніне орай ұйымдастырылған бірегей спорттық іс-шараның куәсі болды. Бұл жерде 80 және 160 шақырымдық қашықтықты бағындырған желаяқтарды марапаттады. 80 километр жүгіруден бірінші орынды Асқар Жанабергенов жеңіп алды. Ол бұл қашықтықты 6 сағат 23 минутта бағындырды. Екінші болып Манат Амет келді. Ол 80 километрді 6 сағат 34 минутта жүгіріп шықты. Ал үшінші болып Еркебұлан Ахмадиев келді. Ол бұл қашықтықты 7 сағат 29 минутта бағындырды. 160 километр жүгіруден бірінші болып Аман Нұргелді келді. Ол Семейден Жидебайға дейін 15 сағат 32 минутта келді. Екінші болып Әсет Төлетбаев келді. Ол бұл қашықтықты 16 сағат 28 минутта бағындырды. Үшінші болып Әкім Еркебай келді. Ол 100 мильдік Абай жолын 16 сағат 51 минутта бағындырды. Өзіңіз бағана Астанадан келдім деп айттыңыз, дайындалдым дедіңіз марафонға. Сол жайында енді бізге айтып берсеңіз, дайындық қалай өтті, нәтиже көңілден шықты ма? Сол жайында бір-екі ауыз сөз. Енді нәтиже әрине көңілімнен шықты, өйткені бірінші орын алдым,
оған енді өте қуаныштымын. Жалпы мына ультрамарафон қашықтығын бірінші рет жүгіріп жүрмін өмірімде. Енді өзіміздің дайындалатын дистанциямыз 42,2 шақырым. Бұның да енді ерекшелігі де бар екен, айырмашылығы да көп екен. Әсіресе қиындығы өте мында енді таулы жер екенін. Енді андай тауға дайын болмадық, шынын айту керек, өйткені біз енді Астанада тегіс жерде дайындаламыз. Сәл қиындау болды, сондықтан жалпы енді дистанция бойы екінші болып келе жаттым. Бірақ қарсыласымды енді алдында бір 300-400 метр қашықтықта ұстап тұрдым. Тырыстым қалмауға. Және соңғы енді бір 7-8 шақырым қалғанда ускорение жасап, соны жетіп, енді бәрі енді ойдағыдай финишный рывок жасап жеңдім. Өте қуаныштымын. Жарыс өте не болды? Тартысты болды. Мықты сен тұр, мен атайын деген жігіттер келді ғой. Алдында ала кетіп қалды. Сонымен жайлап анау асықпай қоянды аласын дегенде отырдым. Кейін 130-ға келген кезде екінші орынға келдім. Содан жүре бердім, бірақ аяқты сыры бере бастады. Соны айта кетер жадай. Мен бүгінгі жаңағы көмекшілеріміз болды ғой. Соны Арыстембек ағамызға, және де фельдшер тәтемізге мың алғысым. Мықты қолдау көрсетті. Сынба деп. Енді білмеймін, оңай болған жоқ. Ұйымдастырушылардың ерекше алғысы осы іс-шараның өткізілуіне үлес қосқан 100-ге жуық ерікті мен спорт жанкүйерлеріне арналады. Сонымен қатар шараның өтуіне мұрындық болған Абай облысы әкімі Нұрлан Уранхаевқа, Абай облысы дене шынықтыру және спорт басқарма басшысы Ержан Әбілқасымов пен облыстық бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу орталығының директоры Нұрлан Рахимбаевқа алғыс айтады. Олардың арқасында ультрамарафонның әр сәті есте қалды. Абай жолы 100 миль атты алғашқы ультрамарафон қазақстандық спорт пен мәдениет тарихындағы ұлы ақынды құрметтеуге және келешек ұрпақты белсенді өмір салтына шабыттандыруға мүмкіндік беретін маңызды оқиғаға айналды. Ержан Райханов, Ертіс Кәметай, Абай облысынан арнайы бас спорт арнасы үшін.